Қазақ тілі 3-ші сынып 1-ші бөлім 3-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтін деп аталады. Бұл сабақ бойынша біз жанды табиғат туралы не білетінімізді еске түсіреміз. Ең алдымен мәтінге тән белгілерді есімізге түсірейік. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болып келеді. Мәтінде белгілі бір ой болады, және де мәтінге ат қоюға болады. 11-ші жаттығу: гүл көшелерін мәтіннің бұдан басқа да белгілерімен толықтыр. Мәтін негізгі ойдан тұрады, яғни тақырып, тірек сөздер қолданылады, азат жолдан бастап жазылады, және де оның негізгі бөлімі болады, және де басы болады, ең соңында қорытынды бөлімі баяндалады. 12-ші жаттығу: мәтінді тыңда. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. «Сұмдық-ай», деді мұғалім шошып. «Кім сені осыншама жәбірлеген?» «Шаншаров», деді де глобус қыстыға жылап жіберді. «Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді». «Әй, Шаншаров-ай», деп кейіді мұғалім. «Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер-ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе?» Орнынан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғанынан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің мені меңзегенін түсінді. Мәтін Нұрғали Оразовтан. Осы мәтін бойынша енді тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз. Мәтіннен тірек сөздерді тап. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт. Мәтінде 3 кейіпкер, яғни бірінші глобус ол мәтінде тірі адам сияқты суреттелген, яғни жылап тұр деп беріледі. Оның сипаты әлсіз, қорғансыз, жәбір көрген кейіпте көрінеді. Оның көз жасы арқылы жер-анаға жасалған қиянат бейнеленген. Екінші кейіпкер бір мұғалім. Мұғалімнің бейнесі әділ, қамқор және де мейірімді. Сипаты глобусты аяп, оған жанашырлық танытады. Оқушыны ұрыспай түсіндіріп, бейбітшілік пен адамгершілікке шақырады. Ал үшінші Шаншаров бұл алдымен мақтаншақ, тентектеу бала болып көрінеді. Сипаты ашуланшақ, күш көрсеткен, глобусты ұрған, бірақ мұғалімнің сөзінен кейін ұялып, қызарып кетеді. Демек, оның жүрегінде жақсы қасиет те бар. Ал мәтіндегі тірек сөздер: глобус, мұғалім, төмпештеді, жылап тұр, жер-ана, жара салмау, бейбітшілік, ұялу деген сөздер бұл мәтінде тірек сөздер болып бола алады. Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлем: бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер-ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе деген сөйлем. Бұл сөйлем туралы өз пікірімізді айтатын болсақ, қазір әлемде соғыс көбейген, бір-бірімен елдер соғысып жатыр, мысалы шет елдерде. Бұл тек қана сол елдердің ғана уайымы емес, барлық осы дүние жүзінің уайымы болу керек. Себебі жер-ана бәрімізге ортақ. Соғысты болдырмай барлығымыз соғысқа қарсы болып, бейбіт өмір сүріп, және де жер-ананы өрттен қорғап, қоқыстан тазарту ол әр адамның қолынан келеді деген ойдамын. 13-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Мәтінде 3 бөлік берілген, енді осылардың 1-ші, 2-ші, 3-ші бөлігін анықтаймыз. Мәтіннің 1-ші бөлігі: айым аспанға қарады, аспанда шарбы бұлт көшіп барады деген бөлігі. 2-ші бөлігі: әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Бұл деген мәтіннің 2-ші бөлігі. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды, тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Бұл мәтіннің 3-ші бөлігі болып табылады. Зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек көзіден табуға болады? Төменде 3 сөздік берілген: синонимдер сөздігі, фразеологиялық сөздік және де түсіндірме сөздігі. Бұл сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен табуға болады. Жалпы зеңгір сөзі ол аспанға, биіктікке, көк түске қатысты айтылатын сөз болса, шарбы бұлт ол ақ, үлпілдек, мамыққа ұқсайтын жеңіл бұлт, соған қатысты айтылатын сөзді айтады.
Ал бұл түтін дегеніміз оттан шыққан газ бен шаңның араласқан қоспасы, яғни күйе болады ғой, соны түтін деп айтады. 14-ші жаттығу. 13-ші жаттығу мәтіндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жаз. Диалогты өздерің ауызша жалғастырыңдар. 13-ші жаттығудағы мәтіндегі, яғни әже мен немеренің диалогы мынадай болатын. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Енді бұл диалогты былай жалғастыруға болады. Бұлт дегеніміз бу. Бу судың көрінбейтін газ күйі. Тек кейде ол ауада су тамшыларына айналып бізге ақшыл түтін болып көрінеді.